Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кіші ғарыш денелері. Оқу мақсаты жекелеген ғарыш денелерін сипаттау, алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Сабақтың мақсаты метеорит, астероидтар мен кометаларды сипаттайды, кіші ғарыш денелерінің тіршілікке әсерін түсінеді, зерттеу нәтижесін модуль түрінде ұсынады. Балалар, мына суретке қараңыздар. Жемістердің көлемі туралы не айтуға болады? Қайсысы үлкен, қайсысы кіші? Ең үлкені қарбыз, ең кішісі қара бұрыш түйірі. Ал енді ойлан, жеміс жидек қандай ғарыш денесін бейнелеп тұр? Бұл күн жүйесінің ғаламшарлары. Өткен сабақта күн жүйесінің галактиканың бөлігі екенін айттық. Галактика мен салыстырғанда күн құм түйіршігі тәрізді, ал күн көлеміне миллион жер шары сиятыны белгілі. Бұдан сен ғарыш көлемінің ғаламат екенін білесің. Міне осы ғаламат кеңістікте қызанақ тәрізді болса, Юпитердің көлемі қарбыз тәрізді болады. Ғаламшарды атауларын күнге қатысты орналасу бойынша қайталап шығайық. Күн жүйесі 8 ғаламшардан тұрады. Жер шарындағы ғаламшарлар Меркурий, Шолпан, Жер, Марс. Алып ғаламшарлар Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Мысалға, ойланып көр, күн жүйесінде тағы қандай ғарыш денелері бар? Күн жүйесінде 8 ғаламшардан бөлек бірнеше ергежейлі ғаламшарлар, 100 ай ғаламшарлар серіктері, көлемі үлкен мыңдаған астероидтар мен кометалар бар. Астероидтар белдеуі деген не? Марс пен Юпитер орбиталарының арасында астероидтар белдеуі орналасады. Астероидтар белдеуі деп аталады. Міне ол астероидтар белдеуі деп аталады. Астероид деген не? Астероид күнді өз орбитасымен айнала қозғалатын тастан не аралас тастан тұратын, пішіні әртүрлі болып келетін кіші ғарыш денесі. Ірі астероидтар Цефира. Астероид белдеуіндегі диаметрі 950 км болатын ірі нысан. Оны ергежейлі ғаламшар қатарына жатқызады. Веста. Диаметрі 530 км, салмағы ауыр. Астероидтың өзегі ауыр металдан, ал қыртысы жыныстардан тұрады. Ұлғайтқыш құралсыз көрінетін жарық астероид. Паллада. Күнді 4 жылда бір айналатын ірі астероид. Оның тәулігінің ұзақтығы 8 сағат. Өлшемі 532 шақырым. Астероидтар белдеуінің моделін жаса. Керекті заттар: қара немесе көк түсті парақ, түрлі түсті парақтар, үрме бұршақ, ұсақ заттар, желім, қайшы, қарандаш және маркер. Жасалу жолы: күн жүйесінің аппликациясын жапсыру, күн жүйесіндегі астероидтардың орналасуын анықтау, модельге үрме бұршақты, ұсақ заттарды орналастыру, қорытынды жасау. Комета деген не? Комета түнгі аспанда сирек кездесетін жарық нысан. Комета күнді эллип тәрізді орбитасымен белгілі бір уақыт аралығында айналатын ғарыш денесі. Күнге жақындағанда кометаның газ бен шаңнан тұратын жарқыраған құйрығы пайда болады. Кометалар белгілі бір уақыт аралығында күнге қайта оралып отырады. Мысалы, ең әйгілі Галилей кометасы күнге 75-76 жылда оралады. Ежелгі Қытай мен Вавилонның тарихы дереккөздерінде белгіленген алғашқы бақылаулардан бастап, кометаның кем дегенде 30 рет пайда болғаны белгілі. Комета соңғы рет 1986 жылдың ақпанында көрінген. Ғалымдардың болжамынша, ол енді 2061 жылдың ортасында көрінуі мүмкін. Кометаның сипаттамасы: құйрықты жұлдыз, комета, күн жүйесінің кіші денесі. Аспанда оқта-текте тұманданған нысан түрінде байқалып, жұлдыздарға қатысты орын ауыстыратын, центрінде ядросы аспан денесі. Құйрықты жұлдыздың басы ядро болып шығаратын газ бен тозаңнан түзіледі. Күнге жақындаған кезде буланып кетеді. Ядрода түрлі қосылыстан тұратын мұз ери бастайды. Ядросының массасы 1011-1015 килограмм шамалас, ал оның басының өлшемі 103-106 километр аралығында. Құйрығының ұзындығы 100 миллион километрге жетуі мүмкін. Тапсырма: кіші ғарыш денелерін белгіле. Астероид, комета. Дескриптор: кіші ғарыш денелерін ажыратады 1 балл, кіші ғарыш денелерін белгілейді 1 балл. Екінші тапсырма: сипаттамалар арқылы ғарыш денелерін зерттеу әдістерін анықта. Әдістері: ақпарат көзімен жұмыс, бақылау жүргізу, модельдеу. Оқушылар астероидтар белдеуін күн жүйесі моделінде
қолда бар заттармен бейнелейді. Модельдеу. Галилей кометасының ашылуы туралы бейнефильм қарап қорытынды жасады. Яғни ақпарат көзімен жұмыс жүргізеді. 1986 жылы ақпан айында Галилей кометасын аспаннан көруге болатын еді. Яғни бақылау жүргізеді. Дескриптор. Ақпараттың не туралы екенін ажыратады, ақпаратқа сәйкес зерттеу әдісін ажыратады. Әр қайсысы 1 балмен бағаланады. Үшінші тапсырма. Суретте кіші ғарыш денелері бейнеленген. Түрлі дереккөздерден олар туралы ақпарат жинақта. Суреттер мен жинақталған ақпараттарға сүйеніп, аспан денелерін сипаттап айт. Олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Комета, астероид, метеорит туралы өздеріңіз ақпарат жинақтайсыздар. Дескриптор. Кіші ғарыш денелерін сипаттайды, олардың айырмашылығын түсіндіреді. Әр қайсысы 1 балмен бағаланады. Төртінші тапсырма. Белгілері бойынша комета бөліктерін тап. Мұз бен газдан тұратын қатты бөлігі қалай аталады? Тұманды бөлігі, шаң мен газдың булануы, жарқыраған жолақ. Міне, бос орынға өздеріңіз аттарын жазып кететін боласыздар. Дескриптор. Белгілері бойынша комета бөліктерін ажыратады, мұз бен газден тұратын қатты бөлігін жазады, тұманды бөлігі, шаң мен газдың булануынан тұратын бөлігін жазады, жарқыраған жолақ бөлігінің атауын жазады. Әр қайсысы 1 балмен бағаланады. Қарандар шатысы. Қызыл түс сабақ мүлдем түсініксіз болды. Жасыл түс түсінбей қалған тұстарым бар. Сары түс сабақ түсінікті, сұрақтарым бар. Көк түс барлығын түсіндім. Міне балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.